Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы бет күтімін қалай дұрыс күтуге болады, беттің күтіміндегі қандай түрлері бар және де ең пайдалы, яғни универсал барлық бетіміздің әжіміне, пигментацияға, құрғауына, кебуіне ыңғайлы қолданатын рецепттің түрімен бөлісетін боламын. Егер де сізге осындай басқа пайдалы видеолар, рецепттер қажет болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер сіздің де бөлісетін рецептпен не болмаса пайдалы ақпаратыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіздер, міндетті түрде бірге жасап, результатын көретін боламыз. Ал сәттілік, видеоға кірісейік. Ал бет күтіміне келген кезде ең алдымен біздің бет теріміздің жаңағы өзіндік түрі қандай екенін біліп алуымыз қажет. Ал оның қандай түрлері бар барлықтарымызға мәлім. Ең алғашқы түрі нормальная кожа, яғни ешқандай өзгерісі жоқ, құрғақ емес, майлы емес, безеулер шықпайтын, ешқандай кері әсері жоқ, өзіндік өмір сүретін қалың, қарапайым беттерді айтады. Екінші бет ол құрғақ бет. Құрғақ беттегі өздеріңіз білесіздер, сумен жуып болар-болмастан бетіңіз кеуіп, қабыршықтанып, тартылып, жаңағы өзіндік дискомфорт, яғни ыңғайсыз жағдайға жеткізеді. Үшінші ол майлы бет. Майлы беттер көбінде маңдай жақтарымыз жылтырап, беттің көзіміздің асты жылтырап, мұрын терісі мен ерін асты әрдайым жылтырап майлы. Ал төртінші түрі ол біздің кәдімгі сезімтал бет. Яғни сезімтал бет дегеніміз бет терісі өте жұқа, оларды купероз, яғни қызыл қан талаған тамырларыңыз көрініп тұрады, және де ұстап саусағыңыздың ізі тиген кезде бетіңіз не болмаса жаңағы көгеруге, не қызаруға бейім болып келеді. Ол терілерді өте сезімтал деп атаймыз. Сол өзіңіздің бетіңіздің қай тері сипатына жататын анықтап алып, одан кейін керекті күтімді бастаймыз. Ең алдымен жаңағы нормальный, яғни қарапайым бетке арналған күтімнен бастайық. Нормальная кожа, яғни қарапайым бетке ондай аса қатты күтімді қажет етпейді. Бірақтан бет терісі ерте қартайып кетпеу үшін міндетті түрде таңертеңгі кешкі күтімді жасап жүру қажет. Егер сіз кішкене еріншектеу не болмаса бет күтімін жақсы көрмейтін адам, бірақ бет терісіңіз нормальный кожа типіне жататын болса, онда сізге 2 мезгіл ғана күтім жетеді. Яғни бетіңізді жуып болғаннан кейін ылғалдандырғыш крем жағып, және де түнде көз айналасына қартайтпайтын кремдерді жағу сізге жеткілікті. Одан бөлек ішкі тамақтануыңызды дұрыстасаңыз, бет терісіңіз сол қалпында өзін біраз уақыт ұстайтын болады. Ал егер сіздің бетіңіз майлы бет терісінің қатарына жататын болса, онда сізге міндетті түрде үй жағдайындағы жасалынатын кремдер, маскалардың түрін барлығын пайдаланып жүру қажетті етеді. Яғни қолыңыз бостау болса, күніне 3 мезгілден уход, яғни күтімді жасауды болады. Міндетті түрде таңертеңгі кешкі күтімді жасау керек, себебі бетіңіздің артық майлылығының жоғары болуы салдарынан бетіңізге безеулер, пигменттік дақтар, яғни қара дақтар шығып, бет терісін қолыңызбен ұстаған кезде бүдірленіп, бет терісінің астында керек емес микробтардың жиі жиналу салдарына алып келеді. Сол себепті сіз міндетті түрде бірінші кезекте тамақтануыңызды дұрыстау қажет. Яғни сіздің рационыңызда ащы, тұщы, тәтті тағамдарды мөлшерін азайту қажет. Майлы беттерге арналған косметикалардың қазіргі таңда сан алуан түрлері бар. Әрдайым сіз жаңағы күтімге арналған косметика алған кезде міндетті түрде құрамында ылғалдандыруға арналған деген составтардың түрлерін оқып, өзіңізге түртіп алып, соларды сатып алу қажет етеді. Міндетті түрде таңертеңгісін, кешкісін ылғалдандыратын крем жағып, және де
тонермен сүртіп отыру қажет. Сол кездегі беттегі артық майларды алып тастап, бетіңіздің жаңағы қабынбауына, яғни бетіңізге артық безеулердің шықпауына жақсы көмегін тигізесіз. Сол себепті сіздің күтіміңіз өзіңіз үшін өте маңызды. Ең жиі кездесетін ол қазіргі экологияға байланысты құрғақ бет болып саналады. Негізі құрғақ бетті қалпына келтіру өте оңай жұмыс емес. Сол себепті кімде бет терісі құрғақ болса, сізге күтім жағдайында өте мұқият болу қажет. Неге мен сіздерге майлы бет, құрғақ бетке мына крем жақсы, мына бренд жақсы деп айтпаймын. Себебі әр адамның беті индивидуальный. Яғни сіздің бетің құрғақ, менің бетім құрғақ, бірақ екеумізге де осы крем жағады деп айту мүмкін емес. Себебі сіздің ішкі ағзаңыздың жаңағы бір витамині не болмаса бір ингредиентті өзіне жақтырмау мүмкін, ал ол маған жағуы мүмкін. Сол себепті мен ешқашан мына крем жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын. Барлығын көріп, өзіңіз тестирование өткізгеннен кейін өзіңізге пайдасын табатын боласыз. Тек қана үй жағдайындағы жасалынатын ингредиенттерді ғана мен сізге кеңес бере аламын. Себебі олардың жаңағы табиғи өнім болғаннан кейін кері әсері өте сирек кездесіп жатады. Ал жаңағы құрғақ теріге келсек, бетіңіз құрғақ болған кезде міндетті түрде үй жағдайында кем дегенде 2-2,5 литр су ішу, ол сізге тіс жуғанмен бірдей болып саналады. Екінші, құрғақ теріні әрдайым ылғалдандыратын крем жағып отыру қажет. Егер де сіз тоналка не болмаса BB крем бетіңізге жақпайтын адамдардың қатарынан болсаңыз, сізге міндетті түрде таңертең, түсте, кешке бетіңіз құрғап бара жатқан кезде ылғалдандырғыш кремді жағып отыру қажет. Яғни бетіңізде міндетті түрде ылғалдандырғыш кремнің құрамы жату керек. Ол кішкене сіңіп тартылып бетіңіз құрғап бара жатқан кезде оны ұмытпай жағып отырыңыз. Себебі құрғақ тері тез қартаюға бейім болып келеді, және де құрғақ теріге әжімдер тезірек, ертерек түсетін болады. Сол себепті бетіңізді құрғатпай әрдайым ылғалдандырып жүру қажет. Және де бет күтіміндегі 5 этапка деп айтып жатады ғой. Бет жуу, тонер, молочко, крем, одан кейін жаңағы көздің астына жағатын крем, солардың бәрін пайдалану ол сізге міндетті түрде қажеттілік етеді. Қыстың күні бетіңізге қыс мезгіліне арналған арнайы кремдерді жағып, жаздың күні SPF-пен қорғап жүруді қажет етеді. Ал сезімтал бетке келетін болсақ, сіздер үй жағдайындағы күтімдеріңізге не болмаса дүкеннен алған кремдеріңізге өте мұқият болу қажетсіздер. Себебі сіздер құрамындағы химиялық элементтері аз болып, табиғи өнімдердің көп болуына, яғни эфирный масла, жаңағы неше түрлі майлар, шөптердің құрамы көп болғанын, жаңағы уходовый, яғни күтімге арналған косметикаларды алу қажет. Себебі сіздерде химиялық қоспасы бар, бетіңізге жақпай, қабынып, қызарып, қышып, не болмаса аллергия беретін болады. Сол себепті мейлінше табиғи өнімдер, не болмаса үй жағдайындағы маскаларды пайдаланған жөн. Одан бөлек бетіңіздің бет терісін қалыңдатып қалпына келтіру үшін сіздерге ең жақсы өте пайдалы кеңес ол плазмалифтинг, яғни өзіңіздің қаныңызды алып, центрифугаға салып, оны сары су, плазмаға айналдырып, өзіңіздің бетіңізге, мойныңызға салатын болады. Осы плазма лифтингтің арқасында беттеріңіз қалыңдап, жаңағы сезімталдығынан кішкене айырылып, яғни купероздан, беттегі қызыл тамырдан кішкене айырылатын боласыздар. Сезімтал бетті өте мұқият күту керек, себебі ол да тез қартаюға, әжім түсуге және де безе шығуға өте бейім болып келеді. Ал сіздерге ең пайдалы кеңестің бірі, міндетті түрде таңертең оянған кезде бетіңізді салқын сумен жуыңыз, жаңағы күріштің жуылған не болмаса қайнатылған суын мұзға қатырып,
көздің астын сүртетін болсаңыз, көздің астындағы ісіктерді кетіретін боласыз. Және де күнде таңертеңгісін бір стақан суға бір шай қасық куркума салып ішетін болсаңыз, әрдайым мен секілді сұлу боласыз.